Сәлеметсіздер ме? Біз сіздермен жай бөлшектерді қысқарту тақырыбымен жұмыс жасаймыз. Ең бірінші, бұл жағдайда нені білуіміз керек, соған назар аударсақ. Бірінші жағдайда көбейту кестесін білуіміз керек. Екінші, бізде жай сандарды жатқа білуіміз керек. Жай сан дегеніміз не? Жай сандарға қандай сандар жататынын білуіміз керек. Үшінші, бөлуді білуіміз керек. Санды санға бөле алуымыз керек. Төртінші, бізде жай бөлшек дегеніміз не екенін білуіміз керек. Жай бөлшек дегеніміз ол бізде ұзын сызық. Сонда бізде үсті болады. Бөлшектің үсті ол бізде алымы деп аталынады. Ал асты бізде бөлімі деп аталынады. Осы бөлшекті біз жай бөлшек деп атаймыз. Жай бөлшектің өзі үш түрі болады. Біріншісі, екіншісі борус бөлшек, үшіншісі бізде аралас сан деп аталады. Мысал үшін 5 пен 15 екеуі қай көбейту кестесінде бар? Екеуі де 5-тің көбейту кестесінде бар. 5-ті 5-ке бөлеміз 1 болады, 15-ті 5-ке бөлеміз 3 болады. Нәтижелерін үсті төбесіне жазамыз. Сонда бізде 3-тен 1 деген бөлшек пайда болады. Ал екінші жағдай. Біз тағы да нені білуіміз керек? 2 таңбалы, 3 таңбалы сандар келген жағдайда біз бөлшекті қысқартқанда қиналып қаламыз. Онда бізде ең үлкен ортақ бөлгіш көмекке келеді. Ең үлкен ортақ бөлгіш көмекке келеді. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз екеуі де қандай санға бөлінетінін табу үшін ғой. Сонда бізде бөлшекті қысқартқанда ең үлкен ортақ бөлгішті. Мысал үшін, қарапайым бұлай есептей салайық. 54 және де 90. Қысқартқанда біз жай сандарды білу маңызды емес. Біз бұл арада көбейту кестесін жақсы білуіміз керек. Мысал үшін 54 пен 90 қай көбейту кестесінде бар? Мысал үшін 9-да бар. Мен аламда 9-ға бөлем. Екеуінде бірдей санға бөлем. 54-ті 9-ға бөлсем менде 6 қалады. 90-ды 9-ға бөлсем менде 10 қалады. Тағы да бөлінеме деп қарайым. 6 мен 10 екеуі де менде 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлем. 6-ны 2-ге бөлсем менде 3 деген сан шығады. Және де 10-ды 2-ге бөлсем менде 5 деген сан шығады. Сонда менде 54 пен 90 қандай санға бөлінеді? Мен бөлген сандарымды аламда көбейте салам. 9-ды 2-ге көбейтсем 18. 54-ті аламда 18-ге бөлем. Сонда 54-ті 18-ге бөлсем менде мұнарадағы 3 деген саным шығады екен. Мұнараға 3 деп жаза салам. Келесі 90-ды аламда 18-ге бөлсем менде мұнарада 5 деген сан шығады. Мұнарадағы 5-ін жаза салам. Сонда менде жаңадан қысқартылғанда 5-тен 3 деген жаңа бөлшек шығады. Ол дегеніміз дұрыс бөлшек. Келесі жағдай. Енді келесі жағдайда мынандай бөлшектерді қалай қысқартамыз? 0 мен аяқталып тұрған жағдайда ең тиімдісі екеуі де 0 мен аяқталып тұр десе, ол 10-ға бөлінеді деген сөз ғой. Мен аламда 0-дер екеуінен де 0-ді сызып тастаймын. Сонда менде жаңа бөлшек шығады. 32-ден 12 деген. Тура бағанағы секілді ары қарай қысқарта салам. Ең үлкен ортақ бөлгішпен де жұмыс жасауға болады, не болмаса жеке-жеке бөле салуыма да болады. Давайте ең үлкен ортақ бөлгішпен жұмыс жасайын. 12-ні және де 32-ні жазып алам. Екеуі де менде қай санға бөлінеді? Қай көбейту кестесінде бар? 4-тің көбейту кестесінде бар. Екеуі де 4-ке бөлінеді. 12-ні 4-ке бөлем 3 шығады. 32-ні 4-ке бөлсем 8 шығады. Енді менде ары қарай қысқарылатын жоқ. Сонда 12 мен 32 менде екеуі де 4-ке ғана бөлінеді. 12-ні 4-ке бөлем, менде 3 деген нәтиже шығады. Мұнарадағы 3-ін жаза салам, шыққан нәтижесі. 32-ні 4-ке бөлем, менде 8 деген нәтиже шығады. Сонда менде 8-ден 3 деген жаңа
бөлчек пайда болды. Келесі жағдай. Тура осылай жұмыс жасауға болады. 63-ті аламда жай көбейткіштерге жіктеймін. Не болмаса, екеуі де қандай бірдей санға бөлінеді. Не болмаса, қай көбейту кестесінде бар. Менде арада 63 7-ні көбейту кестесінде бар, 147 7-ге бөлінеді. Сол себепті мен бірінші 7-ге бөлейін. 63-ті 7-ге бөлсем менде 9 болады. 147-ні 7-ге бөлсем 21 болады. Қарасам 9 пен 21 тағы да қай көбейту кестесінде бар? Екеуі де 3-тің көбейту кестесінде бар. Қайтадан 3-ке бөлуге болады. 9-ды 3-ке бөлем 3, 21-ді 3-ке бөлем 7. Сонда 63 пен 147 дегеніміз 7 мен 3-тің көбейтіндісі мына екеуін, сонда 21-ге бөлінеді деген сөз. 63-ті 21-ге бөлсем 3 деген сан шығады. 147-ні 21-ге бөлсем 7 деген сан шығады. Сонда менде жаңадан бөлшек 7-ден 3 деген жаңа бөлшек пайда болады.